Сәлеметсіздер ме, мен құрметті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Алма, және мен қазір жаңа ғана осы кухнямды жинап, барлығының азанғы тамақтарын беріп, қазір енді өзім мынандай напитогымды ішіп отырмын. Сіздерге осы жаңа ғана маған бір смс келді да. смс болғанда жаңағы уведомление Каспийден жаңағы газға төле деген. Содан менің сразу идея келді. Неге осы коммунальный услуга жайлы видео түсірмеске? Сонымен осы видео менің ай сайынғы жаңағы үйді ұстау, жаңағы газ, свет, су, және де интернет те бар, я? Соның барлығына біз қанша төлейміз, вообще қандай услугаларға біз төлейміз, сол туралы айтқым келіп тұр. Ал бастайық. Жалпы біз ай сайын осылай төлейміз. Қараңыздар да, газға, тоққа, суға, содан мусорды алып кетуге де төлейміз. Және де ай сайынғы интернетіміз де бар. Қарап тұрсам, осы ғана заттарға төлейміз. Енді налогты айтпай-ақ қой, налогты үйдің ұстауына енді жылына бір рет төлейміз, оны мен ұмыт қалдым уже. Но осы айда, мысалы, я қанша біз төледік, сол туралы айтып кетейін. Өте қызық болатын сияқты менің ойымша көбісіне. Жалпы үй туралы айтып кетейін. Үйіміз біздің сырты газоблокау деймін. Қазір күйеуімнен уточню, мына жерлерінен біреуінде жазып қоямын, мына жердің бір жерінде. Сырты деген тоже утепленный. Сосын жеріміз біздің теплый пол, және паровойлар да бар терезелердің астында, я? Так, біз тек қана теплый полды ғана қосамыз, жылы еден ба, қалай? Теплый полды ғана қосамыз, және сол бізге жеткілікті. Сонымен қатар осы жылы, 25 жылдың аяғы және 26 жылдың басында Алматыда өте бір жып-жылы болды. Қазірдің өзінде міне күн шығып тұр, дала жып-жылы, біздің терезе міне ашық, қараңыздар. Тереземіз қатты ашық, соның өзінде де үйде міне жып-жылы отырмын. Қазір міне январдың 12-сі ма, сондай болып қойды уже. 13-ші ма бүгін? 13-ші бүгін январдың, и далада міне 8 градус болып тұр уже, представляете? Бірақ скоро, осы 1-2 күннен кейін күн суытады дейді. Сонымен, декабрь міне желтоқсан өтті. Жаңа ғана маған желтоқсанның несі келді, газға счет келді. Енді Алматыда тұратын адамдар білет, қалай желтоқсанда бізде болған, суықтау күндерде болды, енді жылы күндерде болды. Орташа есеппен алғанда енді нормальный болды. Қатты суық болған жоқ, қатты ыстықта болған жоқ, жылы болып кеткен жоқ. Нормальный жылы сондай температура болды далада. Сонымен біз қанша төледік? Маған міне жаңа ғана 23 мың теңгеге газдан счет келді. 23 мың теңге. Біз мысалы температураны, жердің температурасын 35 және қатты суық болып бара жатса 37-ге қарай көтереміз, ол кейде ғана. Содан осындай температурада бізде тұр. Соның өзіне бізде айына міне бір айда 23 мың теңгедей, 22 мың бір нәрсе теңге сондай келді ол газға. Сонымен қатар светке бізге свет және су бізде бір компаниянікі, және суға бізде ай сайын, как полагается, 3 ба 4 мың ба сондай алады. Қанша нетсең де далаңды суарып жатсың ба, білмеймін, оған жазда енді бір кішкене көбірек төлейтін шығармыз суға. А так осы 3-4 мың келеді, и плюс светке қосқан кезде маған 16 мың теңге келді. Су және тоқ екеуін қосқанда 16 мың, газымыз 23 мың теңге, санап отырсыздар, я? Сосын тағы бізде интернет бар. Интернет бізде Аллаға шүкір қосылды. Міне уже бір жылдай болып қалды интернетпен отырғанымызға осы ауылда, әйтпесе интернет жоқтығын. Енді интернет бізде енді өте жақсысын қостырып алдық, 600 мегабит секундына. Мега, қалай еді? Ұмыт қалдым атын, қазір жазып қоймын мына жерге. Содан біз ай сайын 9900 теңге төлейміз. Сосын интернетіміз бар, енді не айту қалды? Енді мусорды алып кету.
мусорды бізде аптасынан 1 рет алып кетеді. Сәрсенбі күні, среда ғой, сәрсенбі. Сол күндер алып кетеді бізде мусорды, и оған біз ай сайын 2000 теңге төлейміз. Ал енді барлығын қосқан кезде бізде міне осындай ақша болады. Мен енді қазір оның бәрін санап отырмаймын, сосын кейін барлығын айтқан сияқтымын сіздерге. Енді көп па, аз ба, сіздер өздеріңіз комментарияда жазып кетіңіздер. Барлығымыз салыстырайық, қалай ай сайынғы кететін шығындар қанша екен. Сондықтан да жазып кетіңіздер. Менің ойымша, маған ғана емес, басқа адамдарға да қызық болады комментарияда оқыған. Солай, осымен мен осы видеоны аяқтаймын. Сіздерге барлық жақсылықтар тілеймін. Біздің каналымызға қосылмағандарыңыз болса қосылыңыздар. Видеоны аса лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, сұрақтарыңыз болса. Және де пока-пока.